әңгіме ескі үйден басталады. Іштегі әйелдің қатты қиналып айқайлағаны естіледі. Ол босанды. Біраз уақыттан кейін босану болып, нәресте дүниеге келеді. Алайда кенеттен біреу оның қолынан баланы күшпен жұлып алады. Әйел шарасыздықтан айқайлап, оны өз орнында қалдырамын деп уәде бергенін айтып, жалынып, жалбарынады да, тағы да уәдесінің орындалуын сұрайды. Дәл осы сәтте үйдің айналасында мылтық дауысы естіліп, бәрі абсолютті тыныштыққа бөленеді. Бұл оның ішінде қылмыс болғанын білдіреді. Сахна 40-шы жыл алға жылжыды. Біз Сара мен Алекс есімді ерлі зайыптыларды, сондай-ақ олардың Лиам есімді ұлын кездестіреміз. Үлкен қаладағы қарбалас өмірден және үлкен шығындардан шаршаған, олар ауылдағы фермаға келіп, оны сатып алып, жаңа, бірақ бейбіт өмір бастауға үміттенеді. Кездейсоқ, бұл біз әңгіменің басында көрген үймен бірдей. Алекс бұл үйге бірден ғашық болады. Бұл жер кең, әдемі және ондағы жаңа өмірді елестетуге өте ыңғайлы болып көрінеді. Дегенмен, Сара алаңдаушылықтың артып келе жатқанын сезеді. Неліктен мұндай үлкен және әдемі үй соншалықты төмен бағаға сатылды деген сұрақ туындайды. Содан кейін Синти есімді жылжымайтын мүлік агенті жантүршігерлік қайғылы оқиғаға байланысты бұл үйді 40-шы жыл бойы ешкім сатып алғысы келмегенін түсіндіреді. Синти бірнеше жыл бұрын Анна есімді жас әйел өз өмірін қиғанға дейін әкесі мен өз баласын өлтіргенін айтады. Содан бері бұл қорқынышты оқиға туралы білген кез келген адам онда тұрудан бас тартады. Өткені сондай қараңғы үйде ешкім тұрғысы келмейді. Сараның мазасыз жүзін байқаған Синти бұл жұпта өз ойын өзгертеді деп шешті. Алайда Сара ондаған жылдар бұрын болған оқиғалар алаңдаушылық туғызбайды деп сабырлы түрде жауап береді. Шешім: алға жылжу және болашаққа назар аудару. Алекс мұны серіктесінен естігенде жеңілдеп, бақытты сезінеді. Көп ұзамай барлық құжаттар рәсімделіп, үй ресми түрде ерлі зайыптылардың меншігінде болды. Қуанып, екеуі жаңа үйді безендіріп, ретке келтіре бастады. Сара үйді аралап жүріп, есігі ашылмайтын бөлмені байқайды. Ол Алекстен көмек сұрайды және көп күш жұмсағаннан кейін есік ақыры ашылады. Ішінде ұл балаға арналған бөлме бар. Бұл таң қалдырады. Өйткені бұрын ол жерде тек қызы ғана тұратыны хабарланған. Осы кезде кенеттен үйге белгісіз бір адам кіріп келеді. Оның есімі Реннер және ол өзін біздің көршіміз деп мәлімдейді. Сыйлық сәлемдесу қимыл ретінде беріледі. Бұл сапар бір қарағанда мейірімді болып көрінгенімен, оның Сараға деген көз қарасында алаңдататын нәрсе бар. Кенеттен рұқсатсыз келу Сара мен Алекс үшін ұят пен ыңғайсыздықты тудырады. Қысқа әңгімеден кейін Реннер ақыры кетіп қалады. Бірақ ерлі зайыптылар бір түрлі сезіммен қалады. Ол түні үйді жылжытудан және ұйымдастырудан шаршаған Сара мен Алекс Лиамды жалғыз қалдырудың орнына өз бөлмесінде қалдыруды ұйғарды. Бірінші түнде ол өз бөлмесінде жалғыз қалды. Шешім қабылданды. Барлығы ұйықтауға тырысады. Түнде Сара оянып, ауыр гардеробтың артынан балалардың дауыстарын естіп, бір уақытта қызығушылық пен қорқыныш тудырды. Шкафты шетке итеріп жіберді. Бірақ оның салмағы өздігінен кез келген қозғалысқа кедергі келтіреді. Ұйықтай алмаған Сара Синтидің бұрын жеткізген және үйдің қайғылы өткенін сипаттайтын полиция есебін оқи бастайды. Құжаттардың арасында Анна мен оның әкесі бейнеленген қылмыс орнындағы ескі фотосуреттер бар. Сара өзінің және Аннаның сыртқы келбетінің белгілі бір ұқсастығын байқаған кезде алаңдатарлық жаңалық ашады. Бұл жаңалықтың маңыздылығы әлі түсінілмегенімен үлкен алаңдаушылық туғызады. Келесі күні таңертең Алекс жұмыс іздеуге кетуі керек. Өйткені ол мал дәрігері болып жұмыс істейді және аймақтағы жануарларды күту бойынша жұмысқа орналасуға үміттенеді. Сара кетер алдында шкафтың артындағы жасырын есік туралы айтады. Алекс жиһаздың салмағына байланысты қозғалуы үшін бірнеше адам қажет болатынын түсіндіреді. Сара болашақта ол жерде жалғыз ұйықтау үшін Лиамның бөлмесін дұрыс дайындауды шешеді. Алекс кеткеннен кейін Сара бар уақытын балалар бөлмесін безендіруге арнайды. Барлық терезелер тақтайшалармен және шегелермен жабылған. Оларды алып тастау әрекеті сәтсіз аяқталды. Тінту кезінде бөлмеде Аннаға тиесілі ескі садақ табылды. Ол оның маңыздылығын түсінбей, оның шашына жабысып қалды. Күнделікті тәртіп Сараның барлық уақытын дерлік Лиамды тыныштандыруға жұмсайтынын көрсетеді. Қанша тырысқанымен баланың жылауы тоқтаусыз жалғасады. Ең үлкен қиындық емшек сүтімен емізуге тырысу. Әр әрекетте Лиам сүтінен бас тартып, одан да қатты жылайды. Бас тартудың себебін түсіне алмау терең үмітсіздікке және үміттің
тиесілі ескі садақ табылды. Ол оның маңыздылығын түсінбей, оның шашына жабысып қалды. Күнделікті тәртіп Сараның барлық уақытын дерлік Лиамды тыныштандыруға жұмсайтынын көрсетеді. Қанша тырысқанымен, баланың жылауы тоқтаусыз жалғасады. Ең үлкен қиындық емшек сүтімен емізуге тырысу. Әр әрекетте Лиам сүтінен бас тартып, одан да қатты жылайды. Бас тартудың себебін түсіне алмау терең үмітсіздікке және үміттің жоғалуына келеді. Алайда Лиам азаптың жалғыз көзі емес. Сара босанғаннан кейінгі депрессиядан зардап шегеді. Бұл көптеген аналар бала туылғаннан кейін бастан кешіретін жағдай. Бұл кезеңде баламен қарым-қатынас орнатуда қиындықтар жиі кездеседі. Сонымен қатар ұйықтау, тамақтану және эмоционалды ажырату проблемалары жиі кездеседі. Сара да дәл осындай белгілерді көрсетеді. Ұйқының қиындауы, тәбеттің төмендеуі және Лиамға деген терең махаббат сезімі жоқ сияқты. Кейде сіз тіпті нәресте оның ұлы емес сияқты сезінесіз. Шындықпен байланыста болу үшін Сара білегіне серпімді жолақты пайдаланады. Үмітсіздік күшейген сайын, ол ойлар шындық емес, депрессияның салдары екенін еске салу үшін серпімді жолақты бекітеді. Келесі күні шкафтың артында тағы да балалардың дауыстары естіледі. Бұл жолы астына қарасаң, кенет бір топ шыбын пайда болып, саған шабуыл жасайды. Қорқыныш айғайлайды. Бірақ көп ұзамай шыбындар жоғалып, тек абыржу мен діріл қалады. Кейінірек Реннер үйге келіп, оны жөндеуге көмектесуге шақырды. Жоғалту мен үмітсіздік сезімі Сараны осы үйдің қараңғы өткені мен онда болып жатқан оғаш оқиғалар туралы сұрауға мәжбүр етеді. Реннер сұрақтарға жауап беруден жалтарып, үнсіз кетіп қалады. Бұл қорқыныштың күшеуін одан сайын күшейтеді. Үйді жинап жатқанда Аннаға тиесілі ескі көйлек табылды. Бұл затқа біртүрлі тартымдылық пайда болып, Аннаның ескі заттарына деген қызығушылық күннен күнге артып келеді. Тағы бір жолы, біз Лиаммен бірге уақыт өткізген кезде, жоғарғы қабаттағы бөлмеден шыққан біртүрлі шу назар аударды. Пәтерді қарап шыққаннан кейін біз ешкімді таппадық. Кенет артымыздан біреудің барын сездік. Мен бұрылып қарасам, Аннаның әкесі Роберттің оған қарай бет алғанын көрдім. Қандай да бір реакция болмай тұрып, кереуеттің астынан екі қол пайда болып, Сараны төмен түсірді. Ол Робертке қайта қараса, ол жоғалып кетті. Сара Лиамның жылағанын естіп, шошып, төмен қарай жүгірді. Бала өрттің қауіпті жерінен табылды және дәрігерлердің келуі тағы бірнеше минутқа кешіктірілсе, ауыр жарақат алуы мүмкін. Келесі күндері үйден заттар жоғала бастады. Оның ішінде үйлену тойының суреті мен Лиамның оны тыныштандыру үшін қолданған сүйікті ойыншықтар бар. Алекс сонымен қатар Сара депрессияға байланысты өзін-өзі бақылауды жоғалтады деп сеніп, алаңдаушылық таныта бастады. Дегенмен, жұмыс тәртібі отбасына, тіпті ол жұмысқа тұрғаннан кейін де көбірек көңіл бөлуді қиындатады. Гардеробты тексеру кезінде Робертке тиесілі ескі балта табылды. Бұл жаңалық қорқынышты одан сайын күшейтеді. Полиция есептеріндегі жаңа іздеулерде бұл балта туралы ештеңе айтылмаған. Жауап алғысы келген Сара Реннерге сұрақ қояды. Ақыры қорқынышты шындығы ашылады. Суреттегі қыз Анна Роберттің әйелі емес, оның қызы болған. Роберттің әйелі ұлы Эндрю дүниеге келгенде қайтыс болды. Осы өлімнен кейін Роберт есінен танып, Аннаны қорлай бастады. Нәтижесінде оның 3 баласы болды. Өкінішке орай, Роберт Аннаның алғашқы 2 сәбиін өлтірді. Көп жылдар бойы азап шеккеннен кейін, Анна ақыры бұзылып, Робертті өлтірді. Содан кейін өз өмірін қиды. Бұл үлкен сілкініс және бәрі әкесінің өз қызына қарсы осындай сұмдық әрекет жасағанына сенуден бас тартады. Содан кейін Эндрю туралы сұрақ туындайды. Өйткені есептерде ол туралы ешқандай ақпарат жоқ. Реннер тағы да жауап беруден жалтарып, кетіп қалады. Бұл одан да көп шатасушылықпен үрей тудырады. Шындықты білу қажеттілігі Сараны үйді сатуға жауапты агент Синтиге апарады. Ақыры таң қалдыратын жұмбақ ашылады. Реннер шын мәнінде Эндрю Робертстің ұлы. Аты өзгертіліп, қалаға оралу көп жылдардан кейін болды. Бұл Анна Эндрюдің әпкесі, ал Роберт екеуінің де әкесі болғанын білдіреді. Үй қаңырап, бос қалған соң, Реннер оған әр түнде жасырын түрде кіріп кететін. Қала оны ешқашан тоқтатқан емес, өйткені оның бала кезіндегі сұмдықтың куәсі болғанын бәрі білетін. Роберт Аннаны ғана емес, Реннерді де қорлап, терең тыртық қалдырды. Бұл Реннердің Сара мен Алекс келген кезде кенеттен үйге келуін түсіндіреді. Бұл жермен түсініксіз байланыс әрқашан болған. Бұл жаңалық қатты таң қалдырады және Сара үрейленіп үйіне қайтады. Бір кезде Сара диванда отырғанда жағымсыз иіс шығады. Жастықтарыңды көтерсең, үйілген лас жаялықтарды көресің. Ол маған қайта қараса,
айналасындағылардың бәрі жұмбақ түрде жоғалып кетеді. Кейінірек ол Лиамды тамақтандырмақ болған кезде сүттен құрттар табылды. Бұл сұмдық сүттің раковинаның су төгетін құбырына тікелей түсуіне әкеледі. Сара мен Алекс арасындағы шиеленіс күннен күнге артып келеді. Алекс Сараның депрессиясын түсінеді және оқшауланған үйге көшу жағдайды нашарлатуы мүмкін екенін түсінеді. Сүйікті музыкалық қорапшасы сынған кезде азап одан сайын күшейе түседі. Не болып жатқанын түсіне алмау дәрменсіздік сезімін тудырады. Бір қысқа бөлмеде бір түрлі және қорқынышты позада бірге пайда болады. Сара ойланбастан олардың қасына келіп, Лиамды жалғыз қалдырады. Осы кезде Лиам баспалдақтан құлап кете жаздады. Бірақ Алекс оны құтқару үшін уақытында келеді. Сара не болуы мүмкін деп қорқып, ішке кіре алмайтындай етіп, есік тез құлыпталды. Біз бұл үйге көшкеннен бері бұл үйге деген құмарлық пен шындықтан алшақтау сезімі барған сайын күшейе түсті. Ақыл қорқыныш пен шатасуға батып, қиял мен шындық арасындағы шекараны бұлдыратады. Алекс Сараның жағдайынан қатты қорқа бастайды және Лиамды елемейтініне сенеді. Сүттің лақтырылғанын анықтағаннан кейін Лиам аш қалды деген күдік туады. Көңілі қалған Сара жыртылған суретін көрсетіп, музыкалық қорапты кім сындырғанын айтуды талап етеді. Алекс оның мінез құлқын түсінбей абдырап қалады. Ұрыс керіс кезінде жарақаттармен ерекшеленетін қиын балалық шақтың белгілері пайда болады. Олар қазір қайта оралып, депрессияны күшейтеді. Не істерін білмей, Алекс емдеу қайта басталады деп үміттеніп, Сараның психиатрына хабарласуды ұйғарады. Бастапқы бас тарту дәрігер келген кезде жоғалады. Сара көзіне жас алып, Лиамды жақсы көргісі келетінін мойындайды. Бірақ ол шынайы аналық сүйіспеншіліктің жоқтығын сезінеді. Кейде ол шын мәнінде оның ұлы емес сияқты сезінеді. Тілек оны жай ғана қабылдау және оның шынымен оның анасы екенін сезіну. Дәрігер бұл сезімдердің шынайы емес екенін, бірақ босанғаннан кейінгі ауыр депрессияның салдары екенін түсіндіреді. Ол бірте-бірте өзін құтқарып үлгерді. Лиам да суға батып кете жаздады. Бірақ де құтқарылды. Сара үрейленіп, баласымен бірге жоғарыға жүгіріп келеді де, көрші бөлмеде Аннаның айқайлағанын естиді. Роберт бөлмеге жақындап келе жатқанын көруге болады, ал есік бірден құлыпталады. Шиеленісті үнсіздіктен кейін бәрі тынышталады. Төменнен Алекстің көмекке шақырған дауысы естіледі, ал Сара көмек күтіп, оған қарай жүгіреді. Біз баспалдақпен түскенде, ол жерде ешкім жоқ. Жатын бөлмеге оралғанда, біз Лиамның төсектен жоғалып кеткенін көреміз. Шкафтың артындағы жасырын есік ашық, ішінен Лиамның жылаған дауысы естіледі. Қараңғы және лас бөлмеде үйдегі барлық жоғалған заттарды көруге болады. Лиамды құшағында ұстап тұрған екі елес бала пайда болады. Бұл Аннаның жоғалған ұлдары. Үмітсіздік баланы қайтарып алуды өтінуге әкеледі. Бірақ балалар күтім жеткіліксіз және Лиам ауырып жатыр деп бас тартады. Олар бәрін көрдік. Енді Лиам оларға тиесілі деп мәлімдейді. Ол көзіне жас алып, Лиамның ұлы екенін және қайтып келу керек екенін айтып, жалбарынады. Балалардың бірі балтасын алып,
шабуылға шықты. Кенет балалар жоғалып кетті. Олар ол жерде ешқашан болған емес. Олар Сараның санасының проекциялары ғана болды. Олар үйдегі қайғылы өткенді өзінің психологиялық азабымен араластырды. Шын мәнінде, Аннаның балалары баяғыда Роберттің қолынан қаза тапты. Осы кезде Лиам екеуінің арасында берік және даусыз байланыс пайда болды. Ақырында, ол шынымен де оның бір бөлігі екенін және оны қатты жақсы көретінін түсінді. Аяндарды ақыл жарақаттармен, қорқыныштармен күресу тәсілі ретінде жасаған. Жоғалған заттарды қылмыс жасаған кезде Сараның өзі жасырған. Шкафтың артындағы жасырын өткел арқылы. Бұл оқиға шынайы елестердің ешқашан болмағанын көрсетеді. Мұның бәрі Сараның қиялында ғана болды. Алайда, ол Лиамнан айырылып қала жаздағаннан кейін, ақырында депрессияны толығымен қабылдау және жеңу орын алады. Сара келесі күні таңертең сендіреді. Алекс, ол ақыры сауығып кетті. Тыныштық пен бақыт Алекске жеңілдік әкеледі. Жылдар өткен соң, отбасы тату тәтті өмір сүріп жатқан сияқты. Лиам есейіп, Сараның жаңа жүктілігі туралы хабар шыққанда, қуана үйді айналып жүгіреді. Бақытты болып көрінгенімен, оның бетінде әлі де алаңдаушылықтың жеңіл белгісі бар. Мүмкін жаңа туған нәресте ескі қиындықтарды оятып, оның санасы